Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Павлова десертін дайындаймыз. Жеңіл, нәзік десерттердің бірі болып саналады. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл осындай сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығу қажет. Павлова десертін дайындау үшін бізге ақуыз, қант, жүгері крахмалы және уксус қажет. Ақуызды көпіргенше миксерлейміз. Ыдысымыз міндетті түрде таза және құрғақ болу қажет. Осылай көпірге бастаған кезде қантымызды біртіндеп салатын боламыз, барлығын бірден салуға болмайды. Ағарғанша миксерлейміз. Дәл осындай формасын ұстайтын масса болу қажет. Содан кейін уксусты қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Уксустың орнына лимон қышқылын қоссаңыздар болады, немесе лимонның шырынын қоссаңыздар болады. Содан кейін жүгері крахмалын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Мен осындай открытая звезда насадкасын қолдандым. Силиконды ковриктің үстіне немесе пергаменттің үстіне астынан жоғарға қарай қуысы қалатындай етіп формасын құйып шығамыз. 100 градуста 1,5 сағаттай пісіреміз. Кезекте крем дайындаймыз. Бізге крем дайындау үшін творожный сыр, қант және сливки қажет. Сливки мен қантты қосып, миксердің көмегімен бір қалыпты масса болғанша араластырамыз. Кремді сливки мен қанттың өзінен ғана жасасаңыздар болады, бірақ мен творожный сыр қостым. Мен креміміз дайын болды. Дұрыс піскен Павлова десерті пергамент қағазынан оңай алынатын болады. Егер жабысып жатқан болатын болса, тағы 15-20 минутқа пісіріп алсаңыздар болады. Кез келген насадканың көмегімен кремді жақсаңыздар болады. Менде открытая звезда насадкасы. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.